Сәлем, бүгін біз үй жағдайында нан пісіреміз. Нанымызды асқабақ сиропымен ашытамыз. Асқабақ сиробын асқабақты суға қайнатып пісіру арқылы блендермен көмегімен езіліп сироп жасаймыз. Ұнымызға тұз, ашытқы, шекер араластырып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ашытқыны мен жібітіп ашытып қоймаймын, бірден қоса беремін. Сиробымыз жылы болады. Ұнның үстіне құя отырып, ұнымызды жақсылап илеп, қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырымызды жылытып, ыстық сумен қайнап шайып алған тарелка, ыдыстарымызға салып, пленкамен орап, 1 сағатқа орап қоямыз. Нанымыз 1 сағаттың көлемінде ашып шығады. Мінекей, біздің қамырымыз ашып, дайындап, жылы сумен тағы да бір қайтарып тастаймыз көтерілген қамырымызды. Екінші қайтарған нанымызды қайтарған кезімізде біз бұл жолы да нанымызды жақсылап қандырамыз. Мінекей, нанымызды қайтарып болғаннан қайтадан тағы да пакетке салып, орап, 20 минут қойып қоямыз. 20 минуттан кейін нанымыз тағы да көтеріп, тарелкеден тасып тұрады. Ашып, енді арнайы формаларымызға, нан пісіретін формамызға саламыз. Бұл кезде де жылы суды қолданамыз міндетті түрде.
қамырымызды формамызға, табамызға саламыз, дөңгелектеп пішінге келтірбейін. Қолдың көмегімен жан-жаққа дөңгелек пішінге, яғни шеңбер пішінге келтіреміз. Жылы судың көмегімен жан-жағын домалақтай отырып жаямыз. Алақан көмегімен сипалай отырып жұғалаймыз. Дайын болғаннан кейін шанышқының көмегімен нанның орталарын тескілеп шығамыз. Осы дайын қамырымызды духовкаға салмас бұрын 20 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямыз. Нанымыз, қамырымыз, яғни көтерілу үшін. Мінекей, нанымыз көтерілді жақсы, көріп тұрғандарыңыздай. Енді духовкаға салып, 200-250 градуста 20 минутқа қоя отырып минуттың уақытын пісіріп аламыз. Нанымыз пісті. Нан піскеннен кейін бетіне қолдың сары майын жағып шығамыз. Сап-сары, өте жұмсақ, нәзік, тәп-тәтті. Егер де сіздерге үй жағдайында пісірілген нан пісіру рецепті ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қолдаңыздар. Үйлеріңізде ас көп болсын, нан үзілмесін, несібелі болыңыздар.